Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз мерекелік дастарханға арналған бауырсақ салатын себет нан мен сәукеле нан жасаймыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Ең алдымен 2 жұмыртқа, 3 ас қасық қант салып араластырамыз. Үстіне ертілген 150 грамм сары май қосып араластырамыз. 1 ас қасық ашытқы қосамыз. Татымына қарай тұз қосып, үстіне 300 грамм жылы сүт құямыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қолымызға жабыспас үшін сұйық май құйып илейміз. Қамыр ашимын дегенше 30 минут сайын илеп тұрамыз. Ендігі кезекте ыдысымызды фольгамен орап аламыз. Ашыған қамырымызды бөліп алып, бір бөлігін жаямыз. Қамырымызды ұзын етіп кесіп аламыз.
Фольгамызға май жағып шығамыз. Кесіп алған қамырымызды видеодағыдай етіп себет жасаймыз. Қамырымыз піскен кезде көтеріліп кетпес үшін тегіс ыдыспен басып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып пешімізге пісіріп аламыз. Содан кейін себетіміздің шетін жасаймыз. Қамырымызды жайып, кесіп алып, өріп шығамыз. Фольга оралған ыдысымызбен шетін өлшеп аламыз. Пісірер кезде ыдысымызды алып тастап, қамырымыздың бетіне жұмыртқа жағамыз. Үстіне күнжіт себіп шығамыз. Содан кейін себеттің ұстайтын жерін жасаймыз. Қалған қамырды жайып, кесіп шығып, өріп аламыз. Ыдыстың үстіне қойып пісіріп аламыз. Енді біз себетті құрастырып шығамыз. Бір-бірінен ажырамас үшін зубочисткамен бекітеміз.
Біздің себет нанымыз дайын болды. Ендігі кезекте сәукеле нан жасаймыз. Ең алдымен сәукеле нан жасау үшін қағазды воронка қылып жасап алып, фольгамен орап аламыз. Содан кейін қамырымызды жайып, әр жерін пышақпен кесіп шығамыз. Қамырымызды воронканың үстіне қойып, керек емес жерін алып тастаймыз. Воронканы майлап алуды ұмытпаңыздар.
Жұмыртқаны жағып, үстіне күнжіт сеуіп, пешімізге пісіреміз. Егер сіздің пешіңіз астель пеш сияқты болса, ең бірінші піскен жерін фольга қойып, басқа жерін пісіріп алыңыз. Сәукеле нанымыз дайын болды.